Ассалаумағалейкум достар. Біз бүгін Қонтайшы сериал туралы айтқымыз келіп тұр. Біз Қонтайшы сериалымен ешқандай да Қазақстанды жамандау, ежелгі заманды мазақтау туралы айтқымыз келіп тұрған жоқ. Біз бұл сериалда жай көңіл үшін түсіріп жатырмыз. Ешқандай да комедия. Бұндай жағдай ежелгі заманда болмаған, біз әшейін ойымыздан құрап комедия ретінде түсіріп жатырмыз. Сондықтан ешқандай да хейтер, қазақ, өзбек деп ешқандай да нацияға бөлінбейік, достар. Сен жауап тұра жоқсың. Сондықтан Қонтайшы сериалын ешқандай да хейтсіз көре беріңіздер. Жақсылыққа көріңіздер. Болды ма? Тек көңіл болды, әдемі дерсің. Болды ма? Білесің ба? Тура осы алтын, бәрі қарса бәрі алтын. Атам істеп берген ма, білесің ба? Менің Төркін әпкеге, екеуміздің 20 жылдығымызға сен атаң бізге алтын түгел таста қалдырған ғой, тас. Қой, бір тас жоқ, тас. Тура осындай бар еді, атам істеп берген алтыннан ше. Ағаштан да сап-сары бояп істеп берген. Қой ішегін әкелдің ба не? Иә да. База жоқ. Атам істеп берген. Ойбай. Сен не жылап жатсың? Әпшем кеткеніне. Әпшең кеткеніне? Сен қайғырма, қызым. Бәріміз қайғырып жатырмыз ол үшін ше. Жоқ, бірақ уайымдамаңдар. Мен хаммын ғой, білесің ғой. Осы жер бәрі менікі, мен жаулап алған бәрі. Мен қанша нем бар. Қол астында істейтіндер бар. Бәрі топ келеді мен. Мен Ясурым бар ғой, мен Ясур. Айналайын, қаяқта жүрген ол. Керісінше қуанып жатырмын ғой. Не қуанып жатсың? Барлығы маған қалады ғой. Жолың ашылды де? Да. Жол ашылды ғой. Бір-бірін көре алмайды ғой осылар. Ханем. О, Ясур, кел, отыр. Ханем. Дәтім бар. Нема депті ханем? Таныш отсыңдар, Ханем. Дәтім бар. Дәтің болса айт онда. Ханем, вообще ешқаяқтан таппады ханем. Білесіз ба, Шымкент плазаның арасын аралап іздеп жатыр. Кененің көзін ашып көрдік. Жоқ, анау Балқаш көлінің ішіндегі балықтардың аузын ашып көрдік. Жоқ, ханем, вообще жоқ. Тоқташ. Сен жоқ деп айтпа. Сен жоқ деп айтпа, сен вообще. Сен болмай жатыр деп айт. Іздестіріп жатырмыз, таба алмай жатырық деп айт. Жоқ деп айтпа. Жоқ деп айтуға болмайды. Жоқ деп айтсаң жоғаласың деген қазақты. Түсінесің ба? Бұл ханем, игеріп жатыр ханем. Игеріп жатсыңдар ма? Игеріп жатыр ханем. Дұрыстап игеріңдер соны. Анау сол Шымкент плазаның арасын іздеп отырмын да ханем. Сол бір кезде анау қай көше еді, аты кім еді? Тоқта. Сен не дедің? Плаза? Я, плаза. Қандай плаза? Не бол? Қаладағы ше? Қаланың қай жерінде ол? Анау Рөше көшесінің аты қандай еді? Абай көшесі ма? Абай. Дәл сол көшеде кетіп барады, короче, алдымдан бір қыз шығып қалды да ханем. На жерде ғой қыз ханем, қарасаңызшы. Сосын орысшалап айтты, вы можете мне помочь деді. Орыс қыз беген? Иә, мен айттым, да, конечно, чем я могу помочь дедім. Потом мен айттым да, мен бар жоқ қалдымда 570 тиыным бар еді да ханем. Мен алдым да оған жарлап бердім. Қыз екен, ә? Бердім. Сосын не болды? Сосын не болды депін ғой. Бана қыз қайда, мақыл? Ол жоқ ханем, таппай жатыр. Сосын бір-екі проблема шығып тұр да ханем. О, атаң, қандай проблема ол? Айт. 500 жылқыңыз жоқ. Бір-екі ат керек болып отыр сол. Не дейді атаң оқы? 5 жылқы кен? Мен сен жоңғалардың астына 5 жылқы бердім ғой? Жей бересіздер пастайды. Кән сол? Атам не ерсін ашығыр? Тыңдасаңызшы ханем, ұрсыра бересіз. Ханем, короче, мен Балқаш көлінен, короче, бәріміз кірдік, шықсақ, артыма қарасам, ешқайсысы жоқ. Кәні? Жоқ, білмеймін. Кән? Табамыз, онда табамыз. Ханем, уайымдамаңыз. Со, ат бере тұрсаңыз, қайттан барып іздеп қайтсам, солар. Мақыл, қанша ат керек саған? Примерно, со, 200 ба бере тұрмыз. 200? Иә. Оты қара сен. Бұл мақыланы қорадағы 200 жылқын алып кете бер бар. Осыдан таппай кел. Ясур. Ол ханем. Сіз үшін өмір ұрқо ханем. Өмір құрсын ба? Ханем, сіз үшін өмір сүріп жүрмін ғой мен. Ханем. Кете, жай кір. Сіздің игілігіңіз үшін жүрмін ғой ханем. Сізге бір массаж жолатпайын деп өмір сүрмін жоқ ханем. Рахмет. Жақсы ханем. Ей, молодец, давай. Ханем, 200 жылқын ала берейін ба? Ала бер. Значтын қайтарып әкелді деп болмайды. Бір ұнамайды да, маған осы Жасур дейтін адамды алдап
арбап Зыбылдап жүреді маған, ғой. зыбылдап маған, иә? Зыбылдап Кіріп кете береді, кіріп кете береді. бір ұнамайды ғой. Ей, одан бөлек ана үлкен қыз іздемей-ақ қояйық. Не үшін? Бәрібір асырап алғанбыз ғой. Өзі байға тигісі келіп өлейіп тұрған. Өзі қашты. Біз қаш деп айтқан жоқпыз. Өзі қашты ма болды, іздемей-ақ қой. Бір күні келерміз. Онда болса мен 500 жылқым кетіп қалды сол қыздың кесірінен атаң ол. Ана жасур дейтін. Ана жасур дейтін тауып әкелетін жар. Өзі барып қорасына жайлап әкеледі, Бұл өзі арам адам ғой, бұл арам адам. Сен бүйтесің ба? Сен оның ясурдың үйіне барып, қорасын тексеріп көресің ба? Тексереген ол арам адам ғой өзі. Иә. Сен бәйбіше, мына күлкің дұрысташы сен, не біле? Не мәстер екеуің? Шаршап кеттім мен, сыртқа шығып келемін мен, давайте. Мына баклажаннан басқа ештеңе таппадым. Мына айдалада жейтін тым жоқ. Бұл жерімізге кету керек. Қайда болғанда менің бір ескі досым бар еді. Аты Алпамыс беді, сол еді. Сол досымның үйіне барып тұрамыз. Ол осы жерден алыс емес. Осы көрші ауылдама тұрады. Мен барып біліп келейін. Мән жайын. Бақма, сен алып ұстай тұр. Опа! Голубой бухабатыр. Голубой жібермеңдерші. Голубой жібермеңдерші. Не дегенді? Нормально батырмыз ғой. Мейлі. Бухабатыр. Сен молодецсің, качоксың, сен любойын айырасың ғой сен. Ол качок мен маңғол. Анау ханның қызын не қылдыңдар? Ханның қызын? Сен соны әлі іздеп жүр деп ойлап отырсың ба? Қақтың ей! Мен сол тентекпін ба, мен құлбым ба соны іздей беретін? Тупой. Мен оны наоборот жылқыларын алып бір екеуін сат жеріп, рахаттанып жүрмін мен айналайын. Басың істейді сенің бар. Басым істейді ғой менің. Сен родной, сен менің роднойым болсай. Бопты? Екеуміз бірге жүрміз, бізге кайфовать етеміз. Бопты? Қанда айды алдау оп-оңай, уайымдама сен. Бопты, жүр айнақта қазір бір тағы бір рет алдаймыз, сосын мәз болады. Қайда тұратын еді мынау? Алпамыс, самаурынның қасында тұратын еді ғой? Алпамыс! Алпамыс! Қалайсың бауырым? Таның ба мені? Мен ау Сіргел ауылындағы Баймағамбеттің баласымын ғой? Таның ба бауырым? Өсіп кетсің ғой бауырым? Өсесің ғой, білен де жүре бермейсің ғой. Сондай болып қалды, есіңде ба? Сен дандай болып, екеуміз, есіңде ба, бір 5 жасымызда екеуміз күресетін ек қой. Сегізде сен жығып қоя беретін ғой мен. Қазір мен сен жығам ау. Не тема? Ол кездерде өтті ау. Не жағдай болғанда, Алпамыс? Білесің, әкемнен қалған жалғыз қой бар еді. Білесің ғой, сәттілік әкелетін қой екен. Сол қойды хан мен әлгі ана арам уәзір бар емес пе? Сол уәзірге ұрлап кетті. Сол ұрлап кеткен соң барып, сол қойымның орнына қыздарыңды беріңдер десем, бермей қойды. Сөйтіп қыздарын алып қашып кеттім. Іле өзен білесің ба? Іле өзен. Сол іле өзеннің жанында бір үйшік ба, қорама бар. Сол жерде қызын ұстап отырмын. Қызына өлердей ғашықпын. Сол сенен көмек сұрап келіп отырмын. Көмекті сен ал, айтшы. Енді біз 3 күн болды ұстап отқанма. Қарында ашты, тұратын жер жоқ. Ханға барып, қызын сұрайық. Әкеңе айт, барлық заттарды жинап, қалың малын алып, барып қызын сұрайық. Жөн жосарғын жасап. Асарын асап дегенде, болды кетті қойшы. Әкең айтасың ба? Айтам ғой, енді. Аружан, бас бүкіл ханды іздеп жүр ғой. Итпен іздеп жүр ғой. Жүрсе кет, мен сен ханға апармын керек.
Маңызды жүрсей. Бармаймын мен. Жүрсей. Уасы, мына жақта есік бар ғой. Әлгі ханның бар емес па? Ясур деген уәзір бар. Өте арам уәзір. Егер де уәзір болмағанда бізге қызын берер ме еді? Ал ана уәзір өте арам. Ханның ойын өзгерте берді. Қазір біз сенің әкеңе айтқанмен, әкеңмен айтып барлық жөн жоралығын жасап барсақ та, әлгі уәзір ханның алдына тұрып қыз бермей қояды. Оданша біз бірінші Ясурдың көзін құртайық, потом қызын сұрап барамыз ханға. Бол, кет. Болды ма? Болды. Кеттік. Хан ием, қызыңызды алып келдім. Мынау менің қызым ба? Қайдан тауып келдің? Ана жақтан тауып алдым. Бүкіл ел болып, ауыл болып тауылмаған қызыңызды тауып келдім. Молодец, красавчиксің. Молодецсің сен. Хан ием, таппай жатыр қой, ишез. Жоқ ана қызыңыз өліп қалған ба, құдай біледі ау, хан ием. Таппай жатсың ба? Таппай. Іздесіңдер тағы. Іздеймін. Хан ием. Қанша ай іздейсіздер? Молодец, красавчиксің, білесің ба? Молодецсің. Көрдіңіз ба хан ием қалай тапқанымды? Таба салдым ғой, көрдіңіз ба? Отсын қарасаңызшы, аққу болып. Алдама, ет жынды ма? Нава кеп тұр ғой алдыма мені. Жаман сұмырайсың сені. Сұмырай. Кім ол хан ием? Так. Кім? Бауырым? Мен саған бір қап алтын берем. Сен есімің кім? Қаяқтың баласың сен өзің? Арғауылдың баласымын ғой. Арғауыл ма? Есімің кім сен? Аған сері. Аған сері? Аған бір какой-то құлға хан ием қайтесің. Бір-екі алтын бер жеріңіз болды қайтсын. Атың Ахан, не? Атың Ахан. Ахан. Фамилияң Сері. Сері. Ахан Серісің ба сонда? Ахан точка сері. Сері. Сері деген чота таныш шығыз. Біздің фамилиямыз ғой. Фамилиямыз Мен саған алтынды берем. Тоқташ тұршы, сөйлесіп алайықшы тоқта. Ахан Сері. Сері дейді, біздің фамилиямыз. Сен шешең аты кім сен? Шешем аты Айжамила. Айжамила? Не? Менен басқа атының бар ма? Жоқ ай. Жоқ ай, жоқ. Сенің фамилияң қаяқтан онда біздікінде? Әй, бүкіл осы Қазақстан бойынша біздің Сері дейтін фамилиямыз бір-ақ қой. Тыныш отыршы мақалға. Бақырма отыршы, бәйбіше. Сөйлесіп айтты адам құсап. Сен мен балам сияқтысың ғой сен? Менен басқа біреу бар ғой мынаның. Атсайсың ба дейсіз? Хан ием, сонда ана соғыста 3 күн жоқ болдыңыз ғой, сол кезде. Осы хан ием, балаңыз табылды, хан ием, құтты болсын. Құтты болсын, хан ием. Рахмет, балам. Сен мен баламсың ба кәкірем? Молодец, жарайсың. Айбай. Мен бәйбішем ол. Менен басқа біреу. Мен саған бәрін түсіндірем, ойбай, не болсынша? Кейін түсіндірем. Мен саған бәрін түсіндірем. Ол баласы табылды, қуаныш емес ба? Балам табылды ғой, біздің қызымыз жоқ, баламыз бар еді ғой, қыз келінше баламыз жоқ еді ғой. Кетем мен. Балам, әке, молодец. Қазір сөйлесеміз, я. Балам, бұдан кейін сен менің оң қолым баласың. Атаң, оқы. Жақсы я? Балам мен. Хан ием? Но? Мен балам, мен уәзіріңізші. Үнем айтып jedіңіз ғой, баламнан артық көрем деп. Мынау келе сал. Хан ием, сізге ренжіп отырмын мен. Ренжіме? Балам өзің? Менше, мен олың қолыңыз болмайым ба? Өзбек деп шеттетіп атсындар, я, хан ием. Менің де әкелерім бар, хан ием. Бар ма әкелер? Әкең бар ма? Ака deyip ben, aka Özbekçe ağa boladı haniyem. Özbekçe bilmiyorum. Vay haniyem. Ottasın var ekan, akalarım var ekan. O sizdin. Hı? Ya? Familiyan kimden? Seri. Ahan Seri. Ha? Men familiyam Seri. Sizdiki Seri, buniki Seri. Haniyem. Familiyada doktorlar dұрыс жазбайды бәрі. Сері. Ya? Ya. Ha шешесі Айжамила деп тұр ғой. Haniyem. Көреміз. Көп сөз башы, не деп тұр. Кеттің ба? Көреміз. Ақ кешкін ау. Кетіп қалған жоқпын ба? Сен мен оң қолымсың, иә? Бұл бір келеңсіз жағдай болды ғой. Жарайды, мақұл. Ай, молодец, балам, әкелің ау бізге. Сай болды. Осы маңда да Ясурдың киіз үйі бар еді.
Анау отқан кім? Дәл өзі анау Ясур. Сондай еді өзі бір бөлек бір жерде отырған еді. Дәл өзі мынау Ясур ғой. Қазір бүйтеміз. Мына қылыш ұста. Қазір мен басынан орайын да, қылышпен басына желкесіне ұрып қотасын бақ ма? Кеттік. Әй, Ясур, көрсетемін мен саған қойымды ұрлаған не болады? Атаң оқып қайқа баратын олармен? Жынды ма, кімдер мынау? Басы шығып сен. Ясур. Ханем?